мидың жұмысын жақсартатын ең жақсы дәрі не екенін білесіз бе? Егер сіздің есте сақтау қабілетіңіз нашарлап, ойыңызда шешімін таппай жүрген көп мәселе болса, ұйқыңыз нашарласа, онда сіз осы әдетті қалыптастырыңыз. Мен невролог ретінде пациенттеріме осы бір қарапайым нәрсенің пайдасы көп екенін айтамын. Жаяу жүрген кезде ағзада көптеген өзгерістер болады. Стресс пен кортизол төмендеп, қан қысымы нормаға келеді. Мидың қан айналымы жақсарып, есте сақтау қабілеті мен ойлау жақсарады. Ең маңыздысы, жаяу жүрген кезде, серуендегенде біздің миымыз дұрыс шешімдер қабылдайды екен. Сондықтан да біздің көп ұлы адамдарымыз серуендеп жүріп, жақсы идеяларын тапқан. Сіз байқап көріңіз. Есте сақтау нашарлағанда, ойыңызда көп мәселелер болса, үйде отырмай серуендеуге шығыңыз. Қызықты болса, лайк басып, парақшама тіркеле кетіңіз. Пайдалы ақпараттармен бөлісемін. Комментарийге жаза кетіңіз. Сіз серуендеуді ұнатасыз ба? Сіз күнде серуендеуге шығасыз ба?